Ассаламу алейкум қазақ елі. Мынандай бір жағдай болып жатыр қазір. Коронавирустан имбир көмектеседі деп жатыр. Коронавирустан лимон көмектеседі деп жатыр. Тағы да басқа бір неше түрлі сөздерді айтып жатыр. Оны бір Алла біледі біріншіден. Екіншіден, менің айтатыным, қазір мысалы кеше мен Павлодармен сөйлестім, өзім сол жақтан болғаннан кейін. Имбир 18.000 теңге, килограмм кезінде 1.500 теңге ғана. 18.000 теңге. Атырауда 20.000 теңге. Субханалла. Не болды сіздерге? Саудагерлер, ағайын, бауырлар, не болды? Не істеп жатсыздар сіздер? Алладан мүлдем қорқпайсыздар ма сіздер? Не әкетіп бара жатыр деймін да сіздерді? Субханалла. Біз мына жақта көп бауырлар көмектесіп, адамдарға тамағын алып, адамдарға жігіттер, бағана саудагерлерді, апайлар, ағайлар, бауырлар, адамдарға қазір нан алатын ақша жоқ. Имбирді 18.000 теңге қайтып алады олар. Алла ертең жазасын береді сіздерге. Мына көп саудагерлер, әрине бағасын көтеріп жатқан жоқ, бірақ бағасын көтеріп жатқан, әдейі қасақана істеп жатқан жігіттерге, бауырларға, апа қарындастарға айтатыным, Алла сіздерге осы дүниеде бермесе де ертең ақыретте сіздерге жазасын береді. Ертең біз, лично мен өзім, сіздерге қарсы куәгер болам. Имбирді қалай сіздер соншама қымбат сатасыздар? Алладан қорықсаңыздар, субханалла. Қазақ емеспіз бе? Неге аямайсыздар? Неге халықты аямайсыздар? Ол имбир көмектеспеуі де мүмкін, Алла қаламаса. Ол имбирді мына жерге дейін тойып жесеңіздер де, ол сіздерге көмектеспейді, Алла қаламаса. Имбирді жемей-ақ адамдар емделіп жатыр. Осы коронавирус па, ол неше түрлі бар аурулардан, қандай бір ауру болсын. Имбир кез келген уақытта суық тигеннен қорғайды, сақтайды. Әуелі Алла көмектесуі мүмкін. Бірақ оны қымбаттату деген нәрсе емес қой. Ол не сасқан? Ертең біреу шығады бір жынды. Бүйтіп айту мүмкін. Нан көмектеседі екен, ұн көмектеседі екен. Наннан не қандай жасасаңыздар да, сол коронавирусына көмектеседі екен десе, сіздеріне нанды 1000 теңге қыласыздар ма сонда, саудагерлер? Мен сіздерге айтып отырмын. Барлықтарыңызға емес, кім именно бағаны көтеріп отқанына. Жаңа бір сообщение келіп жатыр Дагестаннан. Имбирді тегін таратып жатыр, ағайын. Тегін. Имбирді тегін таратып жатыр. Субханалла, мен таңғалам. Шешенстанда жігіттер, Рамзан Кадыровтың қаулысы бойынша, кімдегім 1 теңге көтеретін болса, 1 рубль ол жерде көтеретін болса, бүкіл заттарын бәрін тартып алады, халыққа тегін таратып жібереді. Сіздерге сол керек па? Халықты ашындырмаңыздар, ағайын. Бұларыңыз болмайды. Ертең халық сіздердің бүкіл магазиндеріңізді, сауда-саттық жерлеріңізді өртеп жіберсе, ренжімеңіздер, өз-өздеріңізді ренжіңіздер. Алла, жігіттер, қыздар, бауырлар, ағалар, Алла жазасын береді. Осыны ұмытпаңыздар. Халық өзі қиналып жатқанда үстінен тоқпағын ұрып, қанау, бұл үлкен сорақылық, үлкен сорақылық. Алладан қорқу керек, ағайын, бұлай болмайды. Мынау мен сөзім жоқ та, мен таңғалам, мен субханалла. 18-20 мың теңге имбирді 1 килограммын деген, это же ужас, это не бұл? Білмеймін, сіздерге ұрып айту керек па, мен таңғалам, мен бар ғой, шыны керек, ертең бар ғой, сіздер мысалы соның себебінен сотталып жатсаңыздар, атылып кетіп жатса біреу, мен біреуіңізге де жаным ашымайды. Ондай қазаққа менің жаным ашымайды. Саудада бағаны өйтіп көтеруге болмайды, бұл қасақана жасау болмайды. Алла жазасын береді. Аман болыңыздар.